Құрметті онлайн бейнедәріс қатысушылары, назарларыңызға Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедраларының және кафедралар қауымдастығының ұлттық сананы нығайтудағы рөлі атты қорытынды бейнедәрістерін ұсынамыз. Бейнедәріс этномәдени бірлестіктер арасында жалпы азаматтық бірегейлікті қалыптастыру және қазақстандық патриотизмді дамытуға бағытталған жобалар аясында Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің, Қазақстан Халқы Ассамблеясының қолдауымен және азаматтық бастамаларды қолдау орталығының гранттық қаржыландыруы есебінен дайындалды. Жоба Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25 жылдығына арналған. 2013 жылы тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасымен Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасы ашылған болатын. Бүгінгі таңда жалпы саны 50-ге жуық Қазақстан Халқы Ассамблеясының кафедралары мен орталықтары жастардың бойына рухани адамгершілік құндылықтарды дарытуға, студенттер арасында қазақстандық патриотизмді дамытуға және ұрпақтар сабақтастығын нығайтуда барынша атсалысуда. Кафедраны экономика ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы парламенті сенаторы Анатолий Афанасьевич Башмаков басқарады. Қазақстан Халқы Ассамблеясының кафедраларының негізгі жұмыс бағыттарына оқу-ағарту, ғылыми-методикалық және тәрбиелік функциялары кіреді. Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедралары ғылыми-әдістемелік алаң ретінде еліміздің жоғары оқу орындарында қазақстандық патриотизм мен ұлттық бірегейлікті, қоғамдық келісімді нығайту бойынша мемлекеттік бағдарламалық құжаттарды іске асыруды қамтамасыз ететін көп векторлы жүйелі жұмыс жүргізуге мүмкіндік беріп отыр. Бейнедәріспен толығырақ саясаттану магистрі Айсана Қахарман таныстыратын болады. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Бүгінгі бейнедәрістің атауы Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедраларының және кафедралар қауымдастығының ұлттық сананы нығайтудағы рөлі. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасы бойынша Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде 2013 жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасы құрылды. Ол ұрпақтар арасындағы рухани бірлік пен сабақтастықты, ұлттық сананы қалыптастыруға, қазақстандық патриотизмді нығайтуға бағытталған жаңа бірегей бағдарламаларды әзірлеуге арналған. Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ғылыми кеңесінің 2013 жылғы 28 маусымдағы шешімімен Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасы туралы ереже бекітілді және Қазақстан Республикасы парламентінің 3-4 шақырылымдарының сенаторы, Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесі, экономика ғылымдарының докторы Анатолий Афанасьевич Башмаков кафедра меңгерушісі болып тағайындалды. Қазақстан Халқы Ассамблеясы аясында ғылыми сарапшылық кеңес және Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының этносаралық және конфессияаралық қатынастарды зерттеу орталығы сияқты құрылымдар жұмыс істеді. Жетекші жоғары оқу орны Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті базасында этносаралық қатынастар саласындағы ғылыми зерттеу және оқу қызметінің базасы ретінде әдіснаманы дамыту қажеттілігі туындады. 2014 жылғы 28 маусымдағы меморандум негізінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасы жастар арасындағы мәдениетаралық диалогқа арналған бірегей алаңға айналды. 2013 жылғы 28 маусымдағы Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен Еуразия ұлттық университеті арасындағы өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумға және ғылыми кеңестің шешіміне сәйкес кафедра республикалық мәртебеге ие болды және Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылымына енгізілді. Кафедраның ашылуы салтанатында кафедра қызметінің басым бағыттары мен маңыздылығы туралы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Сыдықов бүгінгі таңда елдің ұлттық прогресінің нәтижелерін көп этносты қазақстандық қоғамның әлеуметтік экономикалық, саяси, мәдени және рухани адамгершілік дамуының қол жеткізілген биіктерін қоғамның ұғынуы қажет. Жаңа кафедраның құрылуы
Қазақстан Республикасының тәуелсіздік жылдарында жинақталған табысты тәжірибені жүйелендірумен Қазақстан Халқы Ассамблеясы институтының жұмыс істеуімен байланысты және мұнда этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісін зерттеудің теориялық және әдіснамалық негізін құру ерекше ғылыми дискурс болуы тиіс деп атап өтті. Кафедра алғашқы күннен бастап көп мәдениетті білім беру мен мәдениетаралық коммуникацияны дамытуға, студенттер мен педагогтардың бойында татулық пен ұлтаралық келісім мәдениетін тәрбиелеуге, пәндерді оқыту, ғылыми әдістемелік қамтамасыз ету, этномәдени бірегейлікті сақтау және дамыту арқылы жастар ортасында конфессияаралық диалог пен толеранттылықты қолдау мәселелеріне көп көңіл бөледі. Кафедралар қызметін үйлестіру, жұмыс тәжірибесімен алмасу және жалпы ұсынымдарды әзірлеуге қолдау көрсету мақсатында 2014 жылғы 22 қазанда Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті базасында Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедраларының қауымдастығы құрылды. Кафедралар меңгерушілерінің қатысуымен аталған қауымдастық отырыстары жүйелі түрде өткізіледі. Онда кафедралар қызметінің мәселелері, элективті оқу пәндерін, әдістемелік материалдарды, ғылыми жобаларды әзірлеу, жұмыстың жаңа нысандарын енгізу сияқты бағыттары талқыланады. Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде құрылған кафедралар қауымдастығы мемлекеттік органдармен этномәдени қауымдастық пен шекаралық ынтымақтастық саласындағы өзара іс-қимыл шекарасын кеңейте отырып, қазақстандық бірегейлікті қалыптастыратын маңызды әдістемелік орталық болып табылады. Әлеуметтік институттардың бірінші кезекте білім беру саласындағы маңыздылығы артып келеді. Университеттердің жаңа әлеуметтік миссиясы нағыз азаматтарды тәрбиелеу, үйлесімді өзара іс-қимыл қағидаттарына негізделген шынайы азаматтық қоғамды қалыптастыру болып табылады. Бұл ретте жоғары білім осындай идеяларды тарату тетігі болып табылады, яғни жоғары оқу орындарының жұмсақ күшінің ықпал ету мүмкіндіктері өзекті болады. Жұмсақ күшті қолданудың бір саласы үйлесімді әлеуметтік ортаны қалыптастыру және қолдау. Университеттегі толерантты ортаны қолдай отырып, жоғарғы оқу орындарда болашақ түлектердің де елдегі этносаралық келісімнің дамуына үлес қосуына ықпал етеді. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасы бойынша құрылған Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедралары мен орталықтары жалпы саны 50-ге жуық оқыту ағарту, ғылыми әдістемелік және тәрбие жұмыстарына баға жетпес үлес қосады. Олар өңірлік ерекшеліктерді ескере отырып, қазақстандық үлгіні зерделеу жөніндегі оқу әдістемелік кешендерді, қазақстандық жолдың әдіснамасын, этносаясатты тиімді іске асыру үшін тетіктер мен құралдар әзірлейді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының кафедралары жоғарғы оқу орындарының әдеттегі оқу кафедраларының жұмыс жүйесі және мазмұны жағынан түбегейлі ерекшеленеді. Кафедралардың мәртебесін, университет құрылымындағы орнын, штат бірліктерінің санын, оқу пәндерін, жұмыс механизмі мен бағыттарын, нормативтік құжаттардың тізілімін анықтайтын арнайы әзірленген нұсқаулықтар мен ережелер жоқ. Бұл бір жағынан олардың қызмет ауқымын кеңейтуге мүмкіндік берсе, екінші жағынан олардың жұмысын ұйымдастыруда бірқатар қиындықтар тудырды. Университетте жасалған жағдайларға және оның басшыларының тәжірибесіне байланысты әр кафедраның өзіндік ерекшелігі болады. Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедра жұмысының негізгі бағыттарының типтік үлгісі үшке бөлінеді. Ол оқу ағарту, ғылыми әдістемелік және тәрбиелік болып. Ұлттық жоғары оқу орындарында бірінші кезекте Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедраларының әдістемелік орталығы ретінде магистранттар мен докторанттарға арналған заманауи әлемдегі этносаясатты және саяси процестерді зерттеу үшін оқу бағдарламалары жетілдірілуде.
жаңа элективті бағдарламалар жасалуда. Қазіргі жағдайда Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедраларының басты миссиясы зерттеу тәжірибелерін талдап қорыту бойынша сараптамалық қоғамдастықтар мен ғылыми құрылымдарды қалыптастыруға бағытталған. Бірлескен іргелі жобаларды іске асыру, әлеуметтік экономикалық өзгерістер мәнмәтінінде этносаясатты зерттеуге кешенді көзқарасты қамтамасыз ету, қоғам мен мемлекет өмірінің түрлі салаларындағы этносаяси процестерді зерттеу. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасы Алтай өңірінің жоғары оқу орындарымен шекаралас ынтымақтастық аясында белсенді жұмыс істейді. Алтай мемлекеттік университетімен өзара іс-қимыл Алтай өлкесіндегі қазақ жерлестермен және өңірдің жоғары оқу орындарында оқитын студенттер Қазақстан азаматтарымен кездесулер ұйымдастырады. Іс-шаралардың бастамашысы Алтай мемлекеттік университетінің Қазақстан жолы және Нұрсұлтан Назарбаев құрметті кафедрасы болды. Жоғары оқу орындары арасындағы өзара іс-қимылға келетін болсақ, университеттер арасындағы ынтымақтастық тек алмасу, академиялық ұтқырлық, оқу бағдарламаларын интеграциялау саласында ғана емес, сондай-ақ қоғамдық келісімге, этносаралық өзара іс-қимылға жәрдемдесу саласында да мүмкін болады. Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедраларының ғылыми сарапшылық топтарымен өзара іс-қимылы өңірдің ерекшеліктерін ескере отырып, этносаясатты одан әрі дамыту үшін ғылыми зерттеу базасын қалыптастырады. Қарағанды облысының ғылыми сарапшылық тобының Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасымен өзара іс-қимылы көп этносты өңірдің этносаралық қатынастар саласындағы ғылыми зерттеу базасының дамуына ықпал етеді. Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедраларының әрқайсысы ынтымақтастық шекарасын кеңейтеді. Бұл этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл, мәдениетаралық диалогты дамыту үшін алаң жасайды. Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасы ғылыми әдістемелік алаң, өзіндік ақыл-ой орталығы болып табылады. Уақыт көрсеткендей, Қазақстан Халқы Ассамблеясының кафедралары еліміздің жоғары оқу орындарында қазақстандық патриотизм мен ұлттық бірегейлікті жастар ортасында қоғамдық келісімді қалыптастыру бойынша мемлекеттік бағдарламалық құжаттарды іске асыруды қамтамасыз ететін көп векторлы жүйелі жұмыс жүргізуге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасы жоғары оқу орындары қызметіндегі тренд, қажетті буын. Олардың жұмысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының қызметіне байланысты ғылыми әзірлемелерді танымал етуге, жұртшылықпен кең байланыс орнатуға жәрдемдесуге бағытталған. Петропавл қаласында Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан әскери университетінің базасында Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедралары қауымдастығының республикалық отырысы өтті. Іс-шараға қатысушылар Қазақстан Халқы Ассамблеясы мүшелері, өңірлердегі ассамблея кафедраларының өкілдері, әскери институттың жеке құрамы, мәслихат депутаттары және облыстың этномәдени бірлестіктерінің басшылары. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті кафедрасының кеңейтілген отырысынан суреттер. Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедраларының басым бағыттарының бірі өңірлердегі этномәдени бірлестіктерімен өзара іс-қимыл жасау болып табылады. Бұл жалпы қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді нығайтуға ықпал етеді. Бұл қазақ мәдениеті күндерінің 2019 жылғы қыркүйекте өткен естелік. Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасы жоғарғы оқу студенттерін, колледж, мектеп оқушыларын тарту арқылы мазмұны мен нысаны бойынша әртүрлі тәрбиелік іс-шаралар кешенін тұжырымдамалық әзірлеу мен ұйымдастыруды жүзеге асырады. Медиация – ол келісімге жол. Қазақстандық медиация тұрақтылық пен қоғамдық келісімді қамтамасыз етуге бағытталған жанды құрал. Ол үшін белгілі бір дәрежеде гуманитарлық мамандықтар мен пәндердің мемлекеттік стандартына енгізілген әлемдік мәдени білім жүйесі. Оның ішінде адам өмірінің күрделі және маңызды мәселелерін тиімді шешуге атсалысатын
медиаторларды даярлау жүйесі қалыптасады. Бастапқыда Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанжалдардың алдын алу және шиеленісті жоюда ғана емес, сонымен бірге біздің санамызды өзгертуге, қоғамдық дамуымыздың әлеуметтік гуманитарлық мәнмәтінін жаңғыртуда медиацияны қолдану процесін басқарды. Қазақстанда медиацияны қалыптастырудағы Қазақстан Халқы Ассамблеясының негізгі рөлі айқын. Медиаторлардың тармақталған желісі өңірлерде де құрылды. Медиация орталығы құрылды. Ол осы маңызды бағытты біріктіреді және үйлестіреді. Профилактикалық қызметке және жанжалдарды шешуге қоғамдық қатысу шекараларын кеңейтеді. Жастар туралы нақты айта отырып, мектеп медиациясы қызметінің тиімділігін жоғары оқу орын бағдарламаларына, оның ішінде магистрлік бағдарламаларға медиация негіздері пәнін енгізуді, дауларды шешуге бағытталған құқық қорғау іс-шараларымен айналысатын бірқатар үкіметтік емес ұйымдардың қызметін атап өткен жөн. Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедралары жоғары оқу орындарында медиацияны ілгерілетуге ықпал етеді. Достық үйлерінде Қазақстан Халқы Ассамблеясының қоғамдық медиациясын дамытуға көмектеседі. Қазақстанда медиация базалық құжаттар деңгейінде танылады. 2011 жылдан бері қолданылып келе жатқан медиация туралы заңын бірқатар елеулі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 2017 жылғы желтоқсан айында іске асырылған мектеп-колледж жанжалсыз аумақ пилоттық жобасына 6 мектеп пен 3 колледж қатысты. Оған Қазақстан Халқы Ассамблеясының, облыстық соттың, білім басқармасының, полиция департаментінің, қалалық прокуратурасының өкілдері және кәсіби медиаторлар қатысты. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Вайнах Шешен-Ингуш Республикалық этномәдени бірлестігінің жетекшісі Мурадовтың Еуразия гуманитарлық институты колледжінде ашылған Қазақстан Халқы Ассамблеясы орталығында оқушылармен кездесуінен естелік. Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасының бастамасы көрнекті ғалымдармен, қоғам қайраткерлерімен, дипломаттармен қонақ дәрістерін ұйымдастыру дәстүрі де жоғары оқу орындарында жүзеге асырылуда. Кафедра 2018 жылғы 16 мамырда мәжіліс депутаты, көрнекті және танымал қайраткер Артур Платонов пен Қазақстан Халқы Ассамблеясының 26 сессиясының қорытындылары туралы 5 әлеуметтік бастама қоғамның әлеуметтік бірлігінің тұғырнамасы тақырыбына кездесу өткізді. 2018 жылғы 12 қыркүйекте көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Республика парламенті сенатының экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің төрағасы, экономика ғылымдарының докторы Асқар Асанұлы Бейсенбаевпен кездесу өтті. 2017 жылғы 23 қарашада Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, тарих ғылымдарының докторы, генерал-лейтенант Абай Бөлекбайұлы Тасболатовпен кездесу өткен. Кездесу Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні және Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні қарсаңында өтті. Бұл маңызды тарихи даталар парламент депутаты баяндамасының басты тақырыбы болды. 2017 жылғы 6 қарашада Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 26 жылдығына арналған іс-шаралар аясында және болашаққа бағдар рухани жаңғыру президенттік бағдарламасын жүзеге асыру бойынша Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасында Қазақстан Республикасы парламентінің депутатымен кездесу өткен. Қазақстан Халқы Ассамблеясы қызметінің тәжірибесі шетелде кеңінен зерттелуде. Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедраларында қауымдастықта өзара іс-қимылды дамыту бойынша кездесулер өткізу, ынтымақтастықты нығайту дәстүріне айналуда. 2018 жылғы 1 наурызда алғыс айту күні мерекесі аясында Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасы, ұлттық нейрохирургия орталығы басқарма төрағасы, медицина ғылымдарының докторы
Ақшолақов Серік Қуандықұлымен кездесу өткізген. Қазақстан Халқы Ассамблеясы делегациясының Бакудегі диаспоралар мен жұмыс жөніндегі мемлекеттік комитет өкілдерімен кездесу өткен. Қорған облысының делегациясы Қазақстан Халқы Ассамблеясының Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіндегі қызметін зерделеуде. Әртүрлі елдердің жастары Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен оның жастар құрылымдарының қызметін зерделейді. Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты Наринэ Микаэлян Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылыммен және Қазақстандағы жоғары оқу орындарының жастар ұйымдарымен таныстырады. Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде Ресей халықтары ассамблеясы кеңесінің төрайымы Светлана Смирнова бастаған делегация Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасымен жұмысымен танысуда. Қазақстан Халқы Ассамблеясы делегациясының Қытай Халық Республикасындағы кездесуі екі елдің этносаралық қатынастар саласындағы ынтымақтастығы белсенді дамуда. Еуразия ұлттық университетінде Қырғызстанмен, Украинамен, Германиямен, Өзбекстанмен және тағы басқа елдермен ынтымақтастық орталықтарының құрылуы мәдениетаралық, ғылыми және білім беру бағытындағы өзара іс-қимылды дамытады. Бүгінгі таңда республиканың жоғарғы оқу орындары, Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедралары бұл мәдениетаралық диалогты жүзеге асыруда, келісімді сақтауда және Қазақстан халқын одан әрі біріктіруде жоғары ғылыми әлеуетке ие жаңа перспективалық құрылым. Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедраларының ғалымдары мен сарапшылары, жоғары оқу орындары, Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедралары қауымдастығының төрағасы Башмаковтың жетекшілігімен орындалған Нұрсұлтан Назарбаевтың жалпы ұлттық келісім мен бірліктің қазақстандық үлгісі рухани жаңғыру мәнмәтінінде тақырыбындағы ғылыми жобасы осындай талдап қорытылған жоба болып табылады. Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедралары этносаясаттың бірыңғай тәсілдерін, базалық ұғымдарын және этносаралық қатынастардың жай-күйін, даму тенденциялары мен перспективаларын бағалау, өлшемдерін әзірлеу бойынша тәжірибе жинақтады. Ғылыми ағарту қызметі, оны жетілдіру Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедраларының маңызды функцияларының бірі болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Осымен бейнедәріс аяқталды.